Арап ел жомоғу Түлкі, Арыстанды. алдағаны. көркем оқығандар, О, Шакир. Назгүл бейшеке. болот назар. Bir günü geçinde түлкі өзінің құрсаға açқанын сезет та, үңкірінен шығып, тоқойдан бірденке іздемек болады. Есі оғанша іздеп, өзік жалғай тұрған еш нәрсе таппай чарчайды. Кечетен бері оғызына наралелек үшін арыстанға оғызындағы ырсқысын тарттырып жібергенін естіп, жini ұшындай қайнайды. Арыстанға қардан ат. Кече ал, тоқойдан алыс емес жерден бақ башындағы өрдөкті жолы болып уырдай қашқан. Бірақ арыстандың ырылдаған ұғып қалды. Өрдөкті арғасы жоқ арыстанға таштап, өзі безіп құтылған. Агер арыстан болбағанда бұ, қампайып тойотеле да. Зары башына шықты. Тұш келді баратқан түлкі. Алдынан арыстанды көріп, жүрегі шудай түшті. Денесін қалтырақ басты, бірақ өзін қарманды. Арыстан, тез қач, жаныңды қорғо. Азыр қатты шамал башталат. Мен ормын. Деді кебелбеген арыстан. Шамалдан қорқпайм. Емне қыла аласың? Қатты шамал тамаша емес. Жерге жатып алам. Шамалға кеп емес аның. Мен бақтың сөңгөгін құшақтап алам. Шамал көп күнге созылат екен. А сен ошончо күн сөңгөкті құшақтап тұра албайсың да. Түлкінің айтқаны тамаша еместігін түсінген арыстандың шаштысы кетті. Андай болса, эмне кылышты айтчы. Кел, мен сені баққа таңып таштайын. Өте қатты шамалды ордыңан бұлқ еттіре албайды ошондо. Деді түлкі. Ақылыңа бара келді. Арыстан мақұл көрді мұны. Арыстанды баққа таңып байлаған түлкі анан анча обос емес жердегі ташқа көчік басты. Өзің эмне шамалдан қорғануға башпаанек издебедиң? Деді арыстан. Себеби ешқандай шамал болбайды. Қамарабай жоғызатты түлкі. Қары қайнаған арыстан ұшындай ырылдады дейсің. Жан жануарлардың бары заматта жайылды. Баққа таңылған арыстанды аны тіктеп Қамарабай отырған түлкіні көріп, оздыр açıldı. Бұл емнесі? Деп, ар кимisi сұрауларын жамыратты. Мен аны таңып қойдым. Кече ал ырыскымды тартып алғаны үшін өч алып атам. Бұл сілерге да сабақ болсын. Алду алсызға үстөмдік көрсөткөнүн қойып жүрсін. Деген түлкі бөйрек таянып, қадалана ары басты, бері басты. Жан жануарлар болса, біресе қорқып, біресе урмат менен түлкінің оозун тиктеп олтурушты. Кыргызчалаған Олжобай Шакир. Достор, эгерде биздин жомокторго кызыксаңыз, Рухеш ТВ каналына катталып коюңуз.